Әкесің, анасың қайда барамыз? Біздер қазір саябаққа қыстап тұрған құстарды қоректендіруге барамыз, қызым. Мынау дейтін міне тоты қызым бара. Үндігі міне барған. Бір аяғын көрді. Ақ тоты қыстап. Мына жерде тағы біреу өтірен сонда көрді. Я мынау тамақтары. Анам сүйісті тамағын жейді. Суын ішеді. Мынау зат қоян ба бізде? Қоян. Ақ қоян да. Қара қоян. Қоян алмасын қадас? Ана қандай ән? Мынау қызым аю міне. Қоңыр түсті аю деп аталады. Аю де. Бізде қас. Қыр. Қас қыр. Міне көрдің бе? Мынада жатқан қас қыр. Мынада қас қыр. Бала қандар. Бүгін қызым мына біздер құстарға келіп жатырмыз. Құстарға бұл жасап отырған біздің ұямыз екеумізге. Қазір бұны ана ағаштың басына іліп, сонда құстар осында әрқашан қонатын болады. Құстардың үйі ғой. Соған біз жасап жатырмыз қазір. Ішіне тамақ саламыз. Ішіне тамақ саласың, ішінде құстар болады. Сосын құстардың балапандары өседі осы жерде. Соған арналған арнайы үй. Міне бізде дайын болып қалды, қазір ілеміз. Ал қызым мынаны қазір осы жерге ілеміз екеуміз. Міне қара, кел маған қарай, жақындап тұр. Ал мына жерге сен біздің құстарды тамақтандыруға мына қойшы жақына. Біздің ұямыз уже дайын. Міне біздер құстарды осылай өзіміз бағалай білуіміз керек, қорғай білуіміз керек. Міне осындай күшті. Ұнады ма саған бүгін? Керемет. Кесім. Саябаққа рахмет. Ұнады ма саған қызым? Тағы да келеміз бе сосын? Тағы да келеміз. Жазда келеміз да енді.